Оқушылар, қолдарыңыз қарай, мына жерде сөздіктерді жаттап алайық. Animals деген жануарлар, birds деген құстар, insects деген бауырымен жорғалаушылар. Match the words and the pictures дейді. Match деген сәйкестендір сөздерді немен суретпен дейді. Бірінші бес wings дейді. Wings деген ол қанат. Қанат қайсы бізде? Wing деген қанат, мынау қанат. Қанаттары болса, сонда wings болады. Екінші ол shell. Shell деген бізде қабығы дегенді білдіреді. Қабық дегенді. Shell деген мына тасбақаның қабығы, ұлудың қабығы, жаңа ас шаян, теңіздегі шаяндардың қабығы, осылардың бәрін сыртқы қабығын аршиды. Осы қабық бізде shell деп аталады. Деген пауыз дейді. Пауыз деген не бізде? Ол сүтқоректі жануарлардың алдыңғы аяғының табанын бізде пауыз деп атайды. Пау болса табан, пауыз болса табандар. Биг. Биг деген ол бізде тұмсық. Құстың тұмсығын бізде биг дейді. Horns деген бізде төрт. Төрт қайсы бізде? Міне мүйізді көрсетіп тұр. Мүйіз деген бұқаның, сиырдың, тауешкінің мүйізімізде horns дейді. Одан кейін 8 tail. Tail деген ол бізде мына құйрықты айтады. Tail деген. Жалпы құйрықтардың бәрін tail деп айтады. Одан кейін claws. Claws деген не бізде? Бірді айтыпты. Бұл тырнақты білдіреді. Шестырнақ. Қыздардың ұзын тырнағын осы claws деп атайды. Қыздардың, бүркіттің, мысықтың, арыстанның осындай жезтырнақтарды claws деп атайды. 3 four деген жүн, міне мысықтың жүнін бізде four деп үлбіреп тұрған. Одан кейін fins деген ол жүзу қанаттары дейді. Міне балық. Жүзу қанаттары, міне балықтың бір жүзу қанаттарын бізде fins деп атайды. Назарларыңызға рахмет. Лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.